Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Мен бұл үйге көшіп келгеніме 2 ай ғана болған. 53-темін. Балаларым бөлек тұрады. Күйеуіммен 3 жыл бұрын ресми ажырасқанбыз. Үй іші тыныш. Тым тыныш. Сол кеште сағат 11-лер шамасында жарық бір жанып, бір өше бастады. Ас үйдегі розеткадан сәл күйік иісі шықты. Өзім жөндейін десем, электрге онша жоқпын. Түнде біреуді мазалау ыңғайсыз. Бірақ жалғыз басты әйелдің батылдығы кейде амалсыздықтан туады. Қабырға жақтағы көршім Ерлан, 56 жаста. Көбіне кеш келеді. Сыпайы, көп сөйлемейтін, бірақ көзінде бір жылылық бар. Есігін қақтым. Кешіріңіз, жарықта проблема болып тұр еді, дедім қысылып. Ол бірден құрал сайманын алып шықты. Үстінде қарапайым футболка, үй киімі. Шашына аздап ақ кірген, бірақ дене бітімі тік. Көрсетіңіз, деді сабырмен. Ас үйде еңкейіп розетканы ашып жатқанда, мен оның иығына, қолының қимылына қарап қалдым. Ересек еркектің сенімді қозғалысы бөлек әсер береді екен. Көзқарасымыз бір сәтке түйісіп қалды. Екеуміз де үндемедік. Сым босап кеткен, қауіпті екен, деді ол. Жарық орнына келгенде үй іші бұрынғыдан жарық сияқты көрінді. Немесе маған солай сезілді. Шай ішіп кетесіз бе? Деген сөз өз аузынан қалай шыққанын білмей қалдым. Ол бір сәт ойланды. Кеш болса да қарсы емеспін. Шай үстіндегі әңгіме тез ашылды. Ол да ажырасқан. Балалары өз тіршілігімен. Жалғыздыққа үйрендім деді. Бірақ даусында үйренбеген адамның реңкі бар еді. Түн ортасы ауғанда жаңбыр басталды. Керезеге тамшылар соғылып тұр. Үй жылы. Әңгіме тереңдей берді. Өткен өмір, кеткен мүмкіндіктер, екінші рет бақытты болу мүмкін бе деген ойлар. Біз өзімізді кеш қалғанда сезінеміз, дедім жай ғана. Кеш емес, деді ол маған тік қарап. Қорқамыз ғана. Осы сөзден кейін арада бір үнсіздік пайда болды. Бірақ ол ыңғайсыз емес еді. Тығыз, жақын. Ол кетуге орнынан тұрған сәтте аяқ астынан жарық тағы бір рет жыпылық етті. Екеуміз бір мезетте күліп жібердік. Күлкі жақындатты. Мен есікке дейін шығарып салдым. Тар дәлізде ара қашықтық тым жақын болып кетті. Иықтарымыз тиіп кетті. Денеммен әлсіз тоқ жүргендей болды. Ол кетпей тұрды. Мен, деді де тоқтады. Мен де үнсіз қалдым. Бірақ көзім бәрін айтып тұрғанын сездім. Ерлан жай ғана қолымды ұстады. Қолдары жылы, сенімді. Ешқандай асығыс қимыл жоқ. Бірақ тартыну да жоқ. Мен сені әйел ретінде көріп тұрмын, деді ол ақырын. Бұл сөзді соңғы рет қашан естігенімді есіме түсіре алмадым. Мен қолымды тартпадым. Ол маған баяу жақындады. Ерініміз алғаш рет тигенде, ол құмарлықтан гөрі сағынышқа ұқсайтын сезімеді. Ересек адамдардың сүйісі асығыс емес, терең. Түнгі 12:30. Есіктің арғы жағында жаңбыр. Үйдің ішінде 2 жалғыз адамның тынысы. Сол түні ол кетпеді. Сол түні кетпеді. Бәрі тым жылдан болғандай көрінсе де, шын мәнінде ештеңе асығыс емес еді. Екеуміз де үнсіз, келісіммен бір-бірімізге жақындадық. Бұл жастықтың құмарлық емес, ұзақ уақыт жиналған сағыныштың жарылысы еді. Мен алғаш рет бір еркектің құшағында өзімді әйел ретінде сезіндім. Әдемі, қажет, тірі. Ерлан асықпады. Оның қимылында бір сенімділік бар еді. Қорқытпайтын, қысым жасамайтын, тек жақындық. Әр жанасу, мен сені асықпай сезінгім келеді дегендей. Бір сәтте мен тоқтап қалдым. Біз не істеп жатырмыз, дедім сыбырлап. Ол маған тік қарады. Жалғыз қалмауға тырысып жатырмыз. Осы жауаптан кейін менің ішімдегі соңғы күмән еріп кетті. Түн ұзақ болды, бірақ шаршатпады. Керісінше жанымды тыныштандырды. Біз тек дене емес, сөз арқылы да жақындадық. Әр үзілісте әңгіме, әр тыныста бір-бірімізді тану. Сағат 4 шамасында ол маңдайымнан сүйді. Сен өзіңді қанша уақыттан бері ұстап жүрсің, деді жай ғана. Жауап бере алмадым. Көзіме жас келді. Ол жас ұяттан емес еді, жеңілдеп кеткенден еді. Таңғы 7-де ояндым. Бөлме жарық. Ол жанымда жатыр. Қолын беліме салып алған. Алғашқы ойым қорқыныш. Бұл қате болды ма? Екінші ойым тыныштық. Мен орнымнан жайлап тұрдым. Ас үйге шықтым. Кофе қойдым. Қолым сәл дірілдеп тұр.
1 сағат бұрынғы батыл әйел қайда кетті? Ол да оянды. Үстіне көйлек киіп ас үйге шықты. Екеуміз бір сәт үнсіз қарап тұрдық. Қашып кетпедің ғой, деді ол жымиып. Мен еріксіз күлдім. Сен де. Үнсіздік ауыр емес еді, бірақ ішінде мың сұрақ тұрды. Бұл бір түн ғана емес пе? Дедім тіке. Ол жауап беруге асықпады. Кофеден бір ұрттап алды. Егер сен қаламасаң, бір түн болып қалады, деді сабырмен. Бірақ мен кеше сені жай ғана әйел емес, адам ретінде қаладым. Оның даусында байыптылық бар еді. Жас жігіттің бос уәдесі емес, таңдау ұсынған еркектің үні. Сол сәтте есік қоңырау соғылды. Екеуміз де селк еттік. Кім? Таңғы 8-де. Мен есікті аштым. Көрші подъездегі әйелдір, көзі өткір. Түнде жарық жыпықтап тұрды. Бәрі дұрыс па? Деді ол. Мен артқа қарадым. Ерлан ас үйде тұр. Әйелдің көзі соған түсті. 1 секунд түсіну, баға беру. Жақсы екен, деді ол салқын жымиып. Есік жабылды. Бөлме іші бірден ауырлап кетті. Ерлан маған қарады. Басталды, деді жай ғана. Мен түсіндім. Бұл енді жай ғана түн емес. Бұл әңгіме болатын нәрсе. Қалада емес, подъезде. Екеміздің арақатынасымыз енді құпия емес еді. Сол күннен кейін подъезд тыныштығы өзгерді. Таңертең дүкенге түскенімде кассадағы келіншек маған бұрынғыдай емес, сәл ұзақ қарап тұрды. Екі әйел сыбырласып, мен кіргенде үндемей қалды. Мұндайды сезбеу мүмкін емес. Кеште қарай қызым қоңырау шалды. Мама, сенде біреу бар ма? Деді бірден. Жүрегім бір соқпай қалғандай болды. Неге сұрап тұрсың? Подъезде тұратын бір таныс апай айтты. Таңертең бір еркек сенің үйіңнен шыққанын көріпті. Міне, жай ғана бір түн, енді талқыланатын тақырыпқа айналды. Иә бар, дедім ақыры. Даусым дірілдемеді. Мен жалғыз емеспін. Телефонның ар жағында үнсіздік. Сен бақыттысың ба? Деді қызым жай ғана. Осы сұрақ бәрінен ауыр еді. Иә, дедім баяу. Сол сәтте мен өзіме өтірік айтпағанымды түсіндім. Кешке Ерлан келді. Бұл жолы есік қаққан жоқ. Хабарласып, ашық түрде кірді. Бүгін мені подъезде 2 адам тоқтатты, деді күліп. Құттықтаймыз, деді. Мен күлгенде болдым, бірақ ішінде алаң бар еді. Саған қиын емес пе? Дедім. Мен 56-дамын. Кіммен жүргенімді ешкім шешпейді, деді ол нақты. Бірақ оның да көзінде аздап шиеленіс бар еді. Бұрынғы әйелім естісе, деп бастады да тоқтады. Не болады? Дедім тіке. Ол қызғанады. Мен таңғалдым. Сендер ажырасқалы қанша жыл болды? 4 жыл. Бірақ ол мені толық жіберген жоқ. Осы сөз мені селт еткізді. Яғни, ол әлі сенің өміріңе араласа ма? Ерлан маған жақындап отырды. Тыңда, кеше түн мен үшін кездейсоқ нәрсе емес еді. Мен сені қаладым. Қазір де қалаймын. Бірақ өткен өмірдің көлеңкесі барын жасыра алмаймын. Бұл шынайы жауап еді. Әдемі емес, бірақ шын. Мен орнымнан тұрдым. Керез алдына барып төменге қарадым. Подъезд шамы жанып тұр. Мен енді біреудің көлеңкесімен өмір сүргім келмейді, дедім. Ол артынан келді. Қатты емес, бірақ сенімді дауыспен. Онда көлеңкені бірге жабамыз. Ол менің иығыма қолын қойды. Бұл жолы құмарлықтан гөрі қорғау бар еді. Бірақ дәл сол сәтте оның телефоны шырылдады. Экранда Айгүл. Мен ат жөнін көріп үлгердім. Ол маған қарады. Қоңырау тоқтамады. Жауап бер, дедім. Ол 1 секунд ойланып қоңырауды қабылдады. Иә. Телефонның ар жағындағы әйелдің даусы қатты шықты. Мен естідім. Сен шынымен біреумен жүрсің де? Бөлме іші салқындап кетті. Ерлан үнсіз қалды. Сосын, иә, деді. Жауап қысқа, бірақ анық. Телефон ар жағынан ашулы сөздер естілді. Ол тыңдап тұрды. Ақыры, бұл менің өмірім, деді де қоңырауды өшірді. Үнсіздік. Мен оған қарадым. Міне басталды, дедім. Ол жымиған жоқ. Жоқ, енді ғана шын басталды. Келесі күні бәрі тым тыныш басталды. Таңертең Ерлан жұмысқа кетті. Кетерінде маңдайымнан сүйді. Қорықпа, деді. Мен ешқайда қашпаймын. Оның сенімділігі маған күш бергендей болды. Бірақ ішімде бір түйсік мазалады. Түс ауа есік қоңырау соғылды. Аштым. Есіктің алдында сымбатты, күтімді, шамамен 50 шамасындағы әйел тұр. Көзінде суықтық.
қолында қымбат сөмке. Сіз әсемсіз бе? Деді сабырлы дауыспен. Иә. Мен Айгүлмін. Ерланның бұрынғы әйелі. Жүрегім бір соққы жасап баяулады. Кіріңіз, дедім. Даусым өзіме таңсықтай тыныш шықты. Ол ішке кірді. Үйге көз жүгіртті. Әрін бұрышты бағалағандай. Кез екенсіз, деді диванға отырмай тұрып. Нені меңзеп тұрсыз? Ерлан ешқашан ұзақ жалғыз жүрмейтін, бірақ бұл жолы көршіге дейін баруы күтпеген. Мен оның көзінен қызғанышты емес, меншіктік сезімді көрдім. Біз екеуміз ажырасқанбыз, деді ол. Бірақ ол мені ешқашан сатпаған. Түсінесіз бе? Мен ешкімді тартып алған жоқпын, дедім. Бірақ сіз оның өміріне кірдіңіз. Бөлмеші тарлық кеткендей болды. Ол өз еркімен келді, дедім нақты. Айгүл жымиып қойды. Сіз оның қандай адам екенін білмейсіз. Ал сіз әлде оны өзіңіздікі санайсыз. Ол алғаш рет үндемей қалды. Дәл сол сәтте есік ашылды. Ерлан. Ол бізді көріп бірден бәрін түсінді. Айгүл, деді шаршаған үнмен. Мен саған келем дедің ғой. Жоқ, деді ол орнынан тұрып. Мен көрім керек болды. Кімге айырбасталғанымды. Мен орнынан тұрдым. Бұл айырбас емес, дедім. Айгүл маған жақындап келді. Сіз не ойлайсыз? Ол сізбен болашақ құрады деп пе? Ол еркіндікті жақсы көреді. Біраз уақыттан кейін жалығады. Ерлан араға түсті. Тоқта, бұл енді сенің әңгімең емес. Айгүл оған бұрылды. Балалар не дейді білесің бе? Олар ұялып отыр. Бұл сөз ауаға пышақтай қадалды. Ерланның жүзі өзгерді. Балаларыңды араластырма, деді ол қаттырақ. Айгүл есікке қарай беттеді. Көрерміз, деді маған қарап. Ересек махаббат ұзаққа бармайды. Есік жабылды. Үй іші үнсіз. Мен Ерланға қарадым. Балаларың расында қарсы ма? Ол жауап бермеді бірден. Олар түсінбей жатыр, деді ақыры. Ал сен? Ол маған жақындады. Мен түсініп тұрмын. Мен сені таңдадым. Қысым күшейсе ше? Ол менің бетімді екі алақанымен ұстап, мен енді ешкімнің ыңғайына өмір сүрмеймін. Бірақ оның көзінде күрес бар еді. Ішкі тартыс. Мен алғаш рет ойландым. Бұл махаббат па? Әлде екеуміздің жалғыздықтан қашуымыз ба? Сол кеште біз жақын болдық. Бірақ бұл жолы құмарлықтан гөрі дәлелдеу бар еді. Біз бірге қаламыз деген үнсіз ант. Бірақ тереңде бір сұрақ оянды. Басқаларының қысымы бізді жақындата ма? Әлде баяу бөліп жібере ме? Айгүл кеткеннен кейін 3 күн өтті. 3 күн бойы подъезд тыныш. Тым тыныш. Бірақ бұл тыныштықтың астында бірдеңе қайнап жатқанын сезетімін. Ерлан бұрынғыдан жиі келетін болды. Кейде түнейді, кейде кешке ғана отырып кетеді. Бірақ оның телефоны жиі шырылдай бастады. Ол сыртқа шығып сөйлесетін. Бір кеште шыдамым таусылды. Неге менен жасырасың? Дедім тікелей. Жасырмаймын, деді ол шаршағандай. Онда неге сыртқа шығасың? Ол үнсіз қалды. Сосын терең дем алды. Балам хабарласты. Не деді? Әке, сізге бұл не керек? Анам әлі үміттеніп жүр, деді. Ішім бір шым етті. Ал сен не дедің? Мен бақыттымын дедім. Шын ба? Ол маған ұзақ қарады. Иә, бірақ балалармен қарым-қатынасым бұрылса ауыр тиеді. Міне шындық. Бұл енді тек екі адамның арасындағы сезім емес еді. Бұл ересек өмірдің салмағы. Келесі күні кешке есігінің алдында бір жас жігіт тұрды. 30 шамасында. Көзі Ерланға ұқсайды. Сіз әстемсіз бе? Иә. Мен Даниярмын. Ерланның ұлымын. Жүрегім тағы да сол баяғыдай соқты. Кір, дедін. Ол кірді, бірақ отырмады. Мен тура айтайын, деді. Әкем әлсіз кезде шешім қабылдап жатыр. Мен тік қарадым. Әлсіз? Иә, жалғыздықтан қорқып. Бұл сөз жанымды тіліп өтті. Сен әкеңді жақсы білесің бе? Дедін. Әрине. Онда неге оның бақытын әлсіздік дейсің? Данияр үнсіз қалды, бірақ көзінде ашу бар. Анам қатты қиналып жүр, деді. Сен анаңды қорғайсың, түсінен, бірақ әкең де адам. Ол бізді ойламай отыр. Менің даусым қатайды. Сіздің әкеңіз 56 жаста. Ол енді өз өмірін ойлауға құқылы. Осы сәтте есік ашылып, Ерлан кірді. Ұлын көріп, тоқтап қалды. Сен мұнда не істеп жүрсің? Әке, сөйлесу керек, деді Данияр. Үшеуміз ас үйге отырдық.
Данияр ашық айтты. Егер сіз осы қарым-қатынасты жалғастырсаңыз, бізге қиын болады. Анам оны көтере алмайды. Ерлан алғаш рет ашыланды. Мен сендердің ананмен 4 жыл бұрын ажырастым. Мен қанша уақыт өмірімді тоқтатып қоюым керек? Бұл уақыт емес, құрмет, деді ұлы. Үнсіздік. Мен орнымнан тұрдым. Менің кесірімнен әке бала арасы суып кетсін демеймін, дедім. Ерлан бірден бұрылды. Бұл сенің кесірің емес. Бірақ себеп менмін. Данияр маған қарады. Көзінде бір сәтке жұмсағандық байқалды. Сіз жаман адам емессіз, деді. Бірақ бұл дұрыс емес. Олар кетіп қалды. Үй іші босап кетті. Бір сағаттан кейін Ерлан қайта келді. Көзі қызарған. Олар ультиматум қойды, деді. Қандай? Не біз, не ол. Жүрегін мұздап кетті. Ал сен? Ол маған жақындады, бірақ бұл жолы сенімді емес. Ал бұл жұмсақ бір кезде ойлауға тиіс. Бұл жолы сенімді емес. Ауыр. Мен өмір бойы біреулердің күткенін істедім. Әке ретінде, күйеу ретінде. Енді бірінші рет өзім үшін шешім қабылдағым келеді. Бұл оңай болмайды, дедім. Білемін. Ол қолымды ұстады. Егер сен дайын болмасаң, қазір тоқтаймыз. Бұл нағыз таңдау еді. Махаббат па, әлде тыныш өмір ме? Мен оның көзіндегі шашауды көрдім, бірақ сонымен бірге шын сезінді де. Мен сенен ештеңені тартып алғым келмейді, дедім баяу. Бірақ өзіңді де жоғалтқым келмейді. Ол маңдайымды сүйді. Онда күресеміз. Бірақ іштей мен түсіндім. Бұл енді романтика емес. Бұл жауапкершілік. Ультиматумнан кейін 2 күн Ерлан келмеді. Телефон соқты. Қысқа сөйледі. Даусында шашау бар. Уақыт берші, деді. 2 күннің өзі ұзақ екен. Подъездегі сыбыс тоқтамады. Айгүл 1-2 рет әдейі мені көріп өткенін сездім. Көзімен өлшеп, бағалап өтеді. 3-ші күні кешке есік қоңырау соғылды. Аштым. Ерлан тұр. Қолында шағын сөмке. Кірем бе? Деді. Даусында бір шешім бар еді. Ол ішке кіріп, сөмкені еденге қойды. Бұл не? Дедім. Бірнеше күнге киім, деді. Мен балаларға бәрін айттым. Жүрегім дүрсілдеді. Не айттың? Мен сенен кетпеймін, дедім. Қаласам, осы үйде болам, дедім. Олар қабылдамаса, уақыт өтірде үйренеді. Олар не деді? Ашулы. Бірақ мен енді бұрылмаймын. Мен оның көзіне қарадым. Бұл жолы ол шын еркін шешім қабылдаған адам сияқты көрінді. Сен сенімдісің бе? Деді Махан. Мен сенен қашып жүрсем, өмір бойы өкінішпен өтем. Осы сөзден кейін менің ішімдегі соңғы қорқыныс та қозғалды. Бірақ дәл сол сәтте подъезд есігінің тарс жабылған дыбыс естілді. Дауыстар. Терезеден қарасам, Айгүл мен Данияр кіріп келе жатыр. Олар неге мұнда? Дедім. Ерлан да терезеге қарады. Әңгіме бітпеген сияқты. 1 минуттан кейін есік қатты соғылды. Ерлан өзі ашты. Айгүл кірді. Бұл жолы сабырлы емес. Сен расында осында көшіп келмекшісің бе? Деді ол. Уақытша, деді Ерлан. Балаларынан бездің бе? Жоқ, бірақ өз өмірімді де өшірмеймін. Данияр да сөйледі. Әке, сіз бізді қарсы қоюды доғарыңыз. Бұл әйелдің кесірінен отбасы ыдырап жатыр. Мен тыныш тұрдым, бірақ бұл сөзден кейін шыдай алмадым. Отбасы 4 жыл бұрын ыдыраған, дедім. Айгүл маған бұрылды. Сізге еркек керек болды, солай ма? Бұл сөз ауыр тиді. Маған еркек емес, серік керек, дедім нақты. Үнсіздік. Ерлан бір қадам алға шықты. Жетер, мен таңдауымды жасадым. Сендер оны қабылдайсыңдар немесе уақыт керек. Бірақ мен енді қайтпаймын. Айгүлдің көзіне жас келді, бірақ ол жыламады. Жақсы, деді салқын. Онда салдарында өзің көтересің. Олар кетіп қалды. Есік жабылғанда үй іші босап қалғандай болды. Мен Ерланға қарадым. Бұл енді шынайы басталды. Иә, деді ол. Ол сөмкесін диван жанына қойды. Сол түні біз жай ғана қатар отырдық. Құмарлық емес, тыныштық. Бірге дем алу. Бірақ түн ортасында телефонға хабарлама келді. Ерлан оқыды. Жүзі өзгерді. Не болды? Дедім. Ол экранды маған бұрды. Данияр жазған. Әке, егер сіз осы шешімнен қайтпасаңыз, біз сізбен араласуды тоқтатамыз.
Мен үнсіз қалдым. Бұл махаббаттың бағасы ма? Ерлан телефонын өшірді. Мен бәрібір осында қаламын, деді. Бірақ мен оның ішінде дауыл жүріп жатқанын көріп тұрдым. Ерлан 4-ші күн қатарынан менің үйімде тұрды. Подъезд енді ашық түрде бізді бақылап жүргендей. Көршілер амандасқанда жымиып емес, сынап қарайды. Бір күні лифтте екі әйел сыбырласқанын анық естідім. Осы жаста да тыныш отырмайды екен. Мен үндемедім. Бірақ кешке ол сөздер ішімді жеп отырды. Ерлан да өзгерген. Телефонды сирек қарайды. Бірақ қараған сайын жүзі ауырлақ кетеді. Балалары жазбай қойған. Сол кеште біз ас үйде үнсіз тамақ ішіп отырдық. Өкінбей жүрсің бе? Деп сұрадым кенет. Ол қасықты қойды. Неге бәрі менің өкінуімді күтіп отыр? Деді шаршаған үнмен. Мен күтпеймін. Мен қорқамын. Неден? Бір күні бәріне тұрмайды деп кетіп қалуыңнан. Ол орнынан тұрды. Терезе алдына барып сыртқа қарады. Мен өмір бойы біреулердің көңілін қалдырмауға тырыстым, деді баяу. Әкемнің айтқаны, әйелімнің тілегі, балаларымның үміті. Ал өзім не қаладым? Оны ешкім сұрамады. Ол маған бұрылды. Сен сұрадың. Осы сөз жүрегімді жылытты. Бірақ дәл сол сәтте оның телефоны шырылдады. Бейтаныс нөмір. Ол алды. Иә? Бірнеше секунд тыңдап тұрды. Жүзі өзгерді. Қазір келемін. Не болды? Дедім. Айгүлдің қысымы көтеріліп, ауруханаға түскен екен. Бөлме іші салқындап кетті. Балалар мені кінәлап жатыр, деді ол күбірлеп. Менің ішімде екі сезім соқтығысты. Бірі түсіністік, екіншісі қорқыныш. Бар, дедім ақырын. Сен ренжімейсің бе? Жоқ. Ол сенің өткенің ғана емес, балаларының анасы. Ол тез киінді. Есіктің алдында бір сәт тоқтады. Мен ораламын, деді. Есіктің жабылған дыбысы бұрынғыдан ауыр естілді. Түнгі 12. 1. 2. Хабар жоқ. Телефонға қараумен отырдым. Таңғы 3-те ғана хабар келді. Жағдайы тұрақты. Балалармен сөйлестім. Үйге кеш барамын. Үйге. Қай үйге? Осы сөз ішімді шаншып өтті. Таң атқанда ғана ол келді. Шаршаған, көзі қызарған. Қалай? Дедім. Жақсы болады, бірақ... деп тоқтады. Бірақ... Балаларым өте қатты айтты. Сен анамызды өлтіресің, деді. Бұл сөз ауыр еді. Мен оның иығына қолымды қойдым. Сен ешкімді өлтіріп жатқан жоқсың. Бірақ олардың санасына солай. Ол диванға отырды. Екі қолмен бетін басты. Бір сәтке, деді ол баяу. Бәрін тоқтатсам ба деп ойладым. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Шын ба? Иә. Аурухана дәлізінде отырғанда, мүмкін мен эгоист шығармын деп ойладым. Мен үнсіз қалдым. Көзіме жас келді, бірақ жыламадым. Егер кеткің келсе, қазір айт, дедім сабырмен. Мен тағы да біреудің шешіміне байланып қалғым келмейді. Ол маған қарады. Ұзақ, терең. Мен кеткім келмейді, деді ақыры. Бірақ бұл соғысқа дайын болуымыз керек. Соғыс па? Иә. Балаларым оңайлықпен қабылдамайды. Айгүл де тыныш отырмайды. Мен алғаш рет шашауды сезіндім. Біз махаббат үшін күресіп жүрміз бе? Әлде дәлелдеу үшін бе? Дедім. Ол жауап бермеді бірден. Сосын маған жақындап отырды. Мен сенсіз қайтқым келмейді. Бірақ сен жаралансаң, өзімді кешірмеймін. Осы сәтте мен шын түсіндім. Бұл тек құмарлық емес. Бұл өмірдің екінші жартысын қалай өткізу туралы шешім. Ал біз дәл ортасында тұрмыз. Ауруханадан кейін бәрі өзгерді. Ерлан бұрынғыдай сенімді емес. Қасында отырса да, ойы басқа жақта жүргендей. Телефонын үнсіз режимге қойып алған. Балалар жазбайды. Айгүл хабар жібермейді. Бірақ үнсіздік кейде айқайдан да қатты. Бір кеште мен шешім қабылдадым. Ерлан, сөйлесуіміз керек, дедім. Ол маған қарады. Көзінде шаршау. Тыңдап тұрмын. Сен екі оттың ортасында қалдың. Мен соны көріп тұрмын. Мен шыдаймын. Бірақ мен шыдай алмаймын, дедім баяу. Ол қозғалақтап кетті. Нені айтып тұрсың? Мен терезе алдына барып тұрдым. Төменде балалар ойнап жүр. Қарапайым өмір жалғасып жатыр. Мен сенің балаларыңмен соғысқым келмейді. Бұрынғы әйеліммен бәсекелес болғым келмейді. Мен тек тыныш сүйгім келеді. Ол орнынан тұрды. Біз бәрін жеңеміз. Бұл жеңіс емес, Ерлан. Бұл үнемі біреуге дәлелдеу. Үнсіздік. Сен аурухана дәлізінде тұрғанда бәрін тоқтатқың келді дедің. Сол ой әлі кетпеген сияқты.
Ол үндемеді. Жауап сол үнсіздіктің ішінде тұрды. Мен оған жақындадым. Мен сені жақсы көрем, дедім алғаш рет ашық. Бірақ өзіңді кінәлі сезінетін махаббат ұзаққа бармайды. Оның көзіне жас келді. Бұл бірінші рет. Мен сені жоғалтқым келмейді, деді сыбырлап. Онда мені босат. Бұл сөзді айту ең ауыр болды. Уақыт бер, деді ол. Жоқ, сен балалармен араласып, анасының жағдайын ойлап, өзіңді кінәлап жүріп, маған жартылай ғана келесің. Маған жарты адам керек емес. Ол менің қолымды ұстады. Қатты. Сен кет деп тұрсың ба? Мен кетіп тұрмын. Бөлме іші тып-тыныш. Мен оның сөмкесін алып, есік алдына қойдым. Қолым дірілдеді, бірақ тоқтамадым. Бұл сен үшін емес, дедім, мен үшін. Ол маған ұзақ қарады. Ешқандай ашу жоқ, тек ауыр түсіністік. Егер мен бәрін реттеп, таза парақпен келсем ше, деді. Онда мен осында боламын. Бірақ сен дайын болғанда ғана. Бірнеше секунд. Сосын ол сөмкесін алды. Есік ашылды. Ол кетіп бара жатып тоқтады. Мен қайтамын, деді. Мен күтуге уәде бермеймін, дедім. Есік жабылды. Үй іші босап кетті. Бірақ бұл жолы жалғыздық қорқынышты емес еді. Бұл өз қадіріңді сақтаған жалғыздық. Телефонға бір хабарлама келді. Ерланнан. Мен сені таңдаймын, бірақ өзіңді де жоғалтпай. Күт. Мен жауап жазбадым. Алғаш рет мен біреуді емес, өзімді таңдадым. 2 апта өтті. 2 апта ұзақ сияқты. Бірақ шын мәнінде адам өзімен қалғанда ғана уақыт баяулайды екен. Мен Ерланға жазбадым. Ол да мазаламады. Тек бір рет қысқа хабар келген. Мен бәрін реттеп жатырмын. Не реттеп жатқанын нақтыламады. Подъезд тынышталды. Айгүл көрінбейді. Данияр да жоқ. Сыбыс басылғандай. Бірақ ішімде бір бос орын бар. Сол күні кешке жаңбыр жауды. Дәл алғаш түнгі жаңбырдай. Есік қоңырауы соғылды. Жүрегім неге екенін білмей бірден таныды. Аштым. Ерлан. Бірақ бұл жолы қолында сөмке жоқ. Көзінде бұрынғыдай шаршау да жоқ. Тік тұр. Нақты. Кірсем бола ма, деді. Сөйлесеміз, дедің. Ол ішке кірді. Асықпай. Мен 3 нәрсені бітірдім, деді бірден. Біріншісі, балаларыммен ашық сөйлестім. Менің шешімін түккілікті екенін айттым. Олар қабылдамауы мүмкін, бірақ мен олардың әкесі болып қала беремін. Мен үндемедім. Екіншісі, Айгүлмен заңды мәселелерді толық жаптым. Ортақ мүлік, құжаттар, бәрін ресми аяқтадар арқылы. Бұл маңыз, деді. Үшіншісі, деді ол, сәл жақындап. Мен жалғыстырмаймын. Бірақ бірден саған келмеймін. Мен таңғалдым. Қалай? Мен бөлек пәтер жалдадым. Бірнеше ай өзімен өмір сүргім келеді. Саған жартылай емес, толық адам болып келу үшін. Бұл күтпеген жауап болды. Яғни, қазір бірге тұрмаймыз? Жоқ. Бірақ бірге боламыз, егер сен қаласан. Бір сәтке мен оның бұрынғыдан мүлде басқа екенін сездім. Бұл жолы болмаған жабысып тұрған жоқ. Таңдауды маған қалдырып тұр. Неге бұлай, дедім. Себебі мен түсіндім. Мен сені таңдадым. Бірақ өзіңді әлі таңдамаған екенмін. Егер қайтадан біреудің үйіне кіріп алып, өмірімді сенің иығына іліп қойсам, бұл махаббат емес, тәуелділік болады. Мен үнсіз тұрдым. Ол жалғастырды. Мен сені қалаймын, бірақ бұл жолы бізді ешкімге дәлелдеудің қажеті жоқ. Балаларың да, көршілер де, өткен өмірде, бәрі өз орнында. Ал біз өз орнымызда. Бір сәт үнсіздік. Жаңбыр дыбысы. Ал егер мен осы 2 аптада ойымнан қайтсам ше, дедім, әдейі. Ол жымиып қойды. Онда мен сені құрметтеймін, бірақ мен тырыспай кетпеймін. Мен оның көзіне қарадым. Бұл жолы онда кінә жоқ, қорқыныш жоқ, тек саналы шешім. Мен күттім, дедім жай ғана. Бірақ сен осылай келесің деп күтпедің. Қалай? Ер адам болып. Ол баяу жымиды. Мен жақындадым. Қолымды оның кеудесіне қойдым. Біз асықпаймыз, дедің, бірақ тоқтамаймыз. Ол маңдайымнан сүйді. Алғашқы түндебедей емес, бұл жолы сенімді, тыныш. Сен менің соңғы махаббатым боласың ба? Деді ол сыбырлап. Жоқ, дедім жымиып. Екінші жастығым бол. Ол күлді. Бұл құмарлықтан басталған оқиға емес еді. Бұл екі ересек адамның кешіккен, бірақ саналы таңдауы. Подъезд сыбыры тоқтады. Балалар уақыт өте хабарласа бастады. Айгүл де өз жолымен кетті. Ал біз бірден бірге тұрып кеткен жоқпыз. Бірақ әр кеш сайын
бір-бірімізді саналы түрде таңдадық. Бұл махаббат жасырын емес еді. Бұл қорықпай айтылған, кеш басталған, бірақ шынайы сезім еді. Жаңбыр тоқтады, ал біздің әңгіме енді ғана басталды. Аяғы